Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді пончиктерді әзірлейміз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Пончиктерімізді жасамас бұрын 1-2 сағат бұрын ингредиенттердің бәрін шығарып қоямыз. Сүтіміз бізде міндетті түрде жылы болу керек. Сүтімізді жаймендеп құямыз, оған ерітілген сары майды қосамыз, жұмыртқамызды қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Видеодағыдай араластыра отырып, содан кейін оған қантымызды, аштығымызды және ванилинді қосамыз. Ванилинді қоссаңыз, сіздің пончиктеріңізге хош иіс береді. Сол себепті міндетті түрде ванилинді қосқан дұрыс. Одан кейін жарты шай қасық тұзымызды қосып, барлығы араласып кеткенше жақсылап араластырамыз. Пончиктеріміздің жұмсақ әрі биік болуының ең бірінші құпиясы ұнды қыздар бірнеше рет електен өткіземіз. Електен өткізілгеннен кейін оны екіге бөліп саламыз. Бірінші араластырғанда міндетті түрде силиконды қалақшамен араластырамыз. Силиконды қалақпен араластырған кезде сіздің пончиктеріңіз өте жұмсақ болып шығады. Қамырымыз қоюланып болғаннан кейін барлығын жақсылап қолмен біріктіреміз. Қолымызға сәл ғана сұйық майды құйып, тағы да бір рет қамырымызды басып шығамыз. Одан кейін 1 сағатқа қамырымызды көтерілуге алып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді оны жақсылап тағы да бір мәрте илеп аламыз. Одан кейін әдемілетіп, қалыңдығы 1 сантиметр болатындай етіп жаямыз. Видеодағыдай форма жасаймыз, ал ортасын кондитер насадкасымен әдемілетіп пончиктің формасын жасаймыз. Бетін жауып 15 минутқа көтерілуге алып қоямыз. Енді пончиктерімізді орташа қыздырылған сұйық майда қуырып аламыз. Пончиктерімізді орташа газда қуырамыз. Мінекей біздің пончиктеріміз қуырылу процесінде өте дәмді болып шығады қыздар. Ең бастысы дәл рецептпен жасасаңыздар болғаны. Енді пончиктің үстіне құятын кремімізді әзірлейміз. Ол үшін шоколадқа клейгейді қойып, микроволновкада немесе су моншасында ерітіп аламыз. Мен 2 түрлі начинкамен жасадым. Екіншісін ақ шоколадпен клейгейді де микроволновкада ерітеміз. Енді оған бояу қосатын болсаңыз, осылай 1-2 тамшыдан араластырып ақ шоколадымызға қосамыз. Егер де сіздің бояуыңыз порошок болатын болса, оны ең әуелі 1 шай қасық суға ерітіп алып, содан кейін барып 1-1 тамшыдан қосамыз. Пончиктерімізді әдемілетіп видеодағыдай шоколадымызға малып аламыз. Бетін әртүрлі қылып өрнектеуіңізге болады. Мен әдемілетіп посыпкаларды салдым, және де осындай менде ақ шоколад қалып еді, соны кондитер қапшығына ерітіп алып, әдемі осындай оюларды жасадым. Қыздар, пончиктерді міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Сіздермен бірге болған Гаухар. Рецепт ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз достар.